Сәукеле әйелдің бас киімі. Оны ұзатылған қыздар және оның жанына еріп жүретін құрбылар киген. Ертеде сәукеленің биіктігі 50-70 сантиметрге дейін баратын. Тарих беттеріне көз жүгіртсек, Бөкей Ордасы аймағындағы сәукеленің биіктігі 1 метр болған деген мәліметті кездестіреміз. Демек, Бай-бағланның тіктірген сәукелесі 70 сантиметрден де асқан. Сәукеленің негізгі бөліктері тәж, төбе, құлақбау және артқы бойы. Сәукеленің төбесі қиық конус тәрізді болып келеді. Оның төбесінде тәж деп аталатын жартылай дөңгелек айдары болады. Оны асыл тас, алтын, күміс, меруерт, маржанмен өрнектеп, алтын жіппен әшекелейді. Сәукелені өлшеп пішіп алып, ішіне астар, сырт жағына бидай шүберек ұстап, жиі етіп сырайды. Одан соң оның сыртын қамға, дүрия, торғын сияқты асыл матамен тыстайды. Сәукелені әшекейлеу үшін оның тысының сыртынан зер жіптен тоқылған оқаларда белдеулеп басады. Оның етегін мақпалмен не қара барқытпен көмкереді. Ал маңдай тұсына зер не жібек шашақ тағады. Шашақтың сәукелеге жалғасқан тұсын асыл тастан көз орнатқан алтын, күміс түйреуіштермен бекітеді. Сәукелеге ұзын құлақбау тағады. Оның шегі шыр айналдыра зер не жібек жіппен шалып көмкерледі. Түбіне сәнді түйреуіш түйреледі. Сәукелеге міндетті түрде жұқа ақ желек ілетін болған. Ол көйлектің етегі сияқты жерге сүйретіліп жүреді. Бұл қалыңдықтың жүзін, бүкіл денесін жауып, төгіліп тұратындықтан, беташар айтылғанда қыздың дене пішімін өте нәзік, сымбатты етіп көрсеткен. Ақ бүркеншек, шәй жібек капрон алғаш түскен келінді тілмен көз сұғынан сақтайды. Әрі оның ақ болуы, адалдық, тазалықтың белгісі, ибалықтың нышаны. Сондай-ақ жас отаудың арманы үміті. Сәукеленің шағын отау сынды болып келетіні де сол. Жаңа түскен келінге беташар айтылып, үлкендер тілек батасын берген соң, сәукелесінің сыртынан жабылған жамылғысы, бүркемесі қамшының сабымен түріліп, беті салтанатты түрде ашылған соң, сәукеле алынып, оны желекпен алмастырған.